Сұрақ қоюға ливандық Шила Ясмин ханым шақыртылады. Мархабат. Шила Ясмин, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Есіміңіз нені білдіреді? Шила Ясмин. Сила Ясамин. Ал естілуі Ясмин мұсылмандық есім секілді. Иә. Бұл мұсылмандық есім бе? Иә. Жақсы. Біз мәсіхшілер Мариямның ұлы Исаның екінші рет келуіне сенеміз. Әрі мұсылмандар да Мариямның ұлы Исаның екінші рет келуіне сенеді. Оны түсінемін. Дұрыс айтасыз. Сіздер Мирза Ғулам Ахметті уәде етілген мәсіх ретінде санайсыздар. Ал ол кісі Мариямның ұлы Иса емес қой. Бұны қалайша түсіндіресіз? Мен бұны түсіндіріп бере алам. Мариямның ұлы Иса алейхиссалам Алланың тәлімдерін қалай түсінсе, солайша түсіндіріп бере алам. Бұл мәселеде оның авторитеті өте зор, және оның сөзі шешуші рөл атқарады. Кезінде яһудилер Исадан сұраған еді. Мәсіхтің келерінің алдында қайта оралу үшін оттар бада отырған күйінде аспанға көтеріліп кеткен Құдайдың елшісі Ильяс аспаннан түсті ме? Ол қайда? Қане көрсет деп талап қойылды. Сонда Исаның берген жауабы қандай болды? Сол кезде ол Яхия пайғамбарды көрсетті. Ол оны Ильястың дәу өзі деп саусағымен шошайтып көрсеткен жоқ. Өйткені ол бұрынғы Ильястың өзі емес. Алайда ол оны астарлы мағынада менседі. Сендердің күтіп жүрген Ильястарын осы кісі. Сенсеңдер де, сенбесеңдер де, еріктердің өздерінде деп. Алайда оның есімі Яхия, Ильяс емес. Және ол Закарияның ұлы еді. Ал Ильястың әке-шешесі басқа адамдар болған. Бұл есімдер екі бөлек адамдардың есімдері. Айтулы пайғамбарлықта аспаннан күтілген Ильястың нағыз әке-шешелері суреттелгендей шамасы. Сонымен сіз осы мәселеде Иса Мәсіхтің жағдайын қалай түсінер едіңіз? Түр келбеттері ұқсамаса да, Яхия пайғамбарда келуі тиіс болған Ильяс. Алайда, тура мағынада бұрынғы Ильястың өзі емес деген Исаның түсіндірмесі дұрыс деп саналады ма? Ол осындай түсініктеме бергенде қателескен бе? Егер оның айтқанын рас деп санасаңыз, онда дәл осы түсінік бойынша Мирза Ғулам Ахмет Қадиянидің айтқаны да рас болып саналады. Өйткені тарихтың бір кезеңдерінде өз ата-аналарынан туған, өзіндік есімдері бар, өзіндік кәсіппен шұғылданған адамдардың келуі тағдыр жазмышына жазылғанды. Олар қайтадан келеміз деп уәде еткенде, ешқашан өздерінің бұрынғы фәни денелерді қайтып келмеген. Олардың қайта келуі әрдайым рухани ұқсастықтарында орындалған. Яғни, тәлімдерінің сипаты мен көрсеткен өнегелері бір-бірінікіне ұқсас болған. Сондықтан, егер Мирза Ғулам Ахмет осы мағынада, яғни терминді тура мағынада емес, астарлы мағынада түсіндіріп, өзін Мариямның ұлы Исамын деп жариялаған кезде қателескен десеңіз, онда сізге бір ғана Мәсіхтен емес, екеуінен де бас тартуға тура келеді, өкінішке орай. Сіз не екеуін де қабылдауыңыз керек, не екеуінен де бас тартуыңыз керек. Өйткені ол екеуінің бір-біріне ұқсас жағдайлары бір Мәсіхті екіншісінен ажыратып қарастыруға мүмкіндік бермейді. Нақты тұлғалардың есімдері аталған мұндай пайғамбарлықтар метафоралық сипатта түсіндіріледі. Әрі олар Яхуди дінінде, не Ислам дінінде ғана емес, барлық әлемдік діндерде кездеседі. Алайда Құдай тағала мұндай пайғамбарлықтарды барша адамзат тарихында ешқашан тура мағынада, яғни буквалистік мағынада орындаған емес. Мұндай пайғамбарлықтардың барлығы ауыспалы мағынада орындалып тұрған.
Сондықтан біздің Хазіреті Мырза Ғұлам Ахметіміздің талабын өткен замандарда қайта түсеміз деп уәде еткен бұрынғы әулие әмбиелердің дәл осындай талаптарына сай қарастыру керекті. Бірақ та біз Исаның рухы Ғұлам Ахметтің денесіне келіп реинкарнацияланды деп есептемейміз. Жоқ, бұл мүлдем олай емес. Біздің сеніміміз бойынша ол кісі кезінде Иса Масихтің көрсетіп кеткен үлгісі негізінде көз қарастарды өзгерту арқылы Исаның рөлін исламда қайта жаңғыртты деп есептейміз. Иса Масих алейхиссалам да кезінде жаңа айтқанымдай көз қарастарды өзгерткен. Басында өзіңіз айтқан секілді, назар, догма болып қатып қалған, адамның ойын тоқыратқан түсініктерден гөрі құрбаншылыққа аударылған. Егер біреу бетінің сол жағынан ұрса, онда оң жағында тос. Бұл да Инжил Шарифтің ілімі. Кешірімшілдіктің есігі ашық еді, алайда оны жауып тастаған адамдардың өздері. Дәл осындай үлгіде Ғұлам Ахмет алейхиссалам да кекшілдік пен өшпенділіктің есігін жауып, кешірімшілдіктің есігін айқара ашқаны соншалықты. Егер біреу сені ұрса, сабырлық танып, берік бол. Егер біреу сені балағаттаса, оны жаман сөздермен мазақтама. Ол үшін дұға қыл делінеді. Міне, Мырза Ғұлам Ахмет осы тұрғыда, яғни рухани көзқарас ұқсастығы тұрғысында Мәриямның ұлы Иса болғанды.